Баршаларыңызға қайырлы күн, достар. Менің парақшама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді, күшті көтерілетін пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл жерде граммдарын барлығымен өлшеген жоқпын. Осы кружка несімен бірдей қып салдым. Мен 200 грамм шығар. 1 стакан айран, 1 стакан қант, жарты стакан сұйық май қостым. Бірінші 3 жұмыртқаны жарып осылай блендермен әбден араластырып аламыз. Сіздерде менікіне кружка болмаса, пиаламен өлшей беріңіздер. Үлкенде пиаламен, кесемен. 1 кесе айран, 1 кесе қант, және жарты кесе сұйық май қып. Миксермен жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне сұйық май қосамыз. Тағы да жалғастырамыз араластыруымызды. Және айранымызды қосып, жақсылап тұрып бір қалыпты массаға келгенше жақсылап миксермен араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнымызды міндетті түрде ситадан өткіземіз. Сол кезде қамырымыз да, тестамыз да жақсы көтеріледі. Бисквитіміз, то есть. Ситамен өткіземіз барлығында. Енді араластырамыз. Разрыхлителді әзір салмай қоя тұрасыз, өйткені бірінші қамырды жақсылап араластырып алу керек. Разрыхлителді соңында саламыз. Ал егер де разрыхлителді алдын ала салып қоятын болсаңыз, бисквитіміз көтерілмей қалады. Өйткені араластырған сайын разрыхлитель отырып қалады. Енді разрыхлитель қосып, барлығын бір қалыпты масса болғанша жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болып қалды, формамыз дайындаймыз. Менде 28 диаметрлік форма, үлкен, яғни пергамент төсеп, үстіне осылай бисквитімізді құямыз, қамырымызды. Бетіне изюм салсаңыздар болады, шоколадтар салсаңыздар болады. Мен үйде бар шоколадты шамалы теркадан өткізіп, бетіне салайын деп жатырмын. Осылай тегістеп аламыз қамырдың бетін, форманың бетіне бірдей қылып. Сосын бетіне шамалы шоколадтың, осылай шоколад бетіне өтіп салып жатырмын. Үйде бар заттардан дайындап жатырмын. Енді пешке 40-45 минутқа жібереміз, 180 градус. Біздің пирогымыз көтерілді, пісті жақсылап тұрып, балалар уже шұқып үлгеріп жатыр. Бетіне сахарный пудра себеміз. Сахарный пудра сеуіп, пирогымызды шайға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шықты. Бисквит те өте жақсы көтерілген. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айман ас болсын. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай өте күшті көтерілген. Үй жағдайында жасалатын оңай әрі дәмді пирог.